Қазақтың ұлттық тағамдары дәмді, тойымды, әрі құнарлы. Бірақ олардың кейбірін тым жиі қолдану асқазанға ауыр соққы болып тиюі мүмкін. Бүгін біз көпшілік күнде жейтін, бірақ денсаулыққа жасырын қауіп төндіретін бір тағам түрі жайлы сөз қозғаймыз. Негізгі бөлім. Әңгіме ет сорпасы мен майлы еттер жайлы. Қазақ халқында ет пен сорпа күнделікті ас. Бірақ заманауи медицина бұл тағамды үнемі және мөлшерден тыс қолдану асқазан мен ішкі ағзаларға зиян екенін айтып отыр. Неге? Бір қаныққан майлар, майлы ет пен сор құрамында қаныққан майлы көп. Бұл асқазан сөлінің шамадан тыс бөлінуіне себеп болады. Уақыт өте келе асқазан қабынуы, гастрит, панкреатит секілді аурулар туындайды. Екі ас қорытудың қиындауы, ауыр, майлы тағамды қорыту үшін асқазан көп күш жұмсайды. Қорытылмаған тағам ішекте шіріп, газ, кебу, қыжыл сияқты проблемаларға келеді. Бауырға салмақ, майлы сорпа мен ет бауырға да салмақ түсіреді. Бауыр май жинай бастайды. Бұл стеатоз, яғни майлы гепатозға айналуы мүмкін. 4. Тұз мөлшері, кейбір сорпаларда тұздың көп қосылады. Ал артық тұз бүйрек пен жүрекке зиян. Қорытынды. Ет пен сорпа толықтай тастау керек деген сөз емес. Бірақ мөлшерін білу керек. Күнде емес, аптасына 2-3 рет қана. Майсыз бөлігін таңдау. Жеңіл гарнирмен үйлестіру көкөніс, салат. Бастысы ағзаға ауырлық түсірмеу. Денсаулықты сақтау дұрыс тамақтанудан басталады.